Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге шөлінді басатын, сарайында ашатын сусын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар алма, қарақат, облепиха, лимон қышқылы және де қант қажет болады. Ең алдымен алмаларымызды осылайынан 4 бөлікке бөліп, қажетті ыдысымызға салып аламыз. Қарақатымызды, облепихамызды қосып, 100 грамм қантымызды қосып, яғни ол дегеніміз бізде 3 ас қасық қант болып есептелінеді. Және де жарты шай қасық лимон қышқылын салатын боламыз. Соңында осылайынан жалбыз қосып жүреміз. Жалбыздың дәмі өте керемет шығып тұрады. Сосын қайнап тұрған суымызды осылайынан құйып аламыз. Ең соңында осылай қарақатымыздың түсі шығу үшін және қантымыз еруі мақсатында араластырамыз. Мінекей біздің сусындарымыз дайын болды. Барлықтарыңызға істеп көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.